Сәлем достар. Бірнеше күн бұрын Xiaomi компаниясы өзінің көктемгі презентациясынан біраз жаңалықтарын көрсетті. Сағат, смартфон, телевизор, планшет және ноутбук. Бұл видеоға лайк бас. Сонда жақсы таралып, басқа да қазақ бауырларымыз бұл видеоны көреді. Ал кеттік. Презентацияны фитнес браслеттен бастағым келіп тұр. Ол Mi Band 8. Бүкіл смарт сағаттардың маған Apple Watch және Mi Band ұнайды. Солардың дамығанын бағалап жүремін. Дизайн жағынан жетіден қатты өзгермеді. Бірақ биыл оны сәндеп, белбеу таққыш орнатты. Бұрын капсула болған, естерінде ма? Сақинадан жасалған белбеу, силиконды, былғардан жасалған және матадан жасалғандар бар. Егер силиконнан аллергия болса, матадан жасалғанын ал. Смарт сағатты мойныңа тақсаң болады. Спортпен айналысатындарға қадамдарды дұрыс есептеу үшін Mi Band 8-ді аяқ киімге тағуға болады. Оған арнайы қорабы бар. Циферблат түрлері өте көп, 200-ге жуық. Экраны үлкен болмаса да, ойын ойнауға болады. Ол спортпен айналысып болған соң демалған кезде керек шығар. Сағаттың ішінде 150-ге жуық спорт жаттығулар бар. Жұмыс істеу уақыты бұрын 10 күндей болса, енді 16 күнге жетеді. Өшпейтіндей режимге қойсаң, 6 күнге жетеді. Толық қуаттау үшін 1 сағат жеткілікті. Бағаларына келсек 250 юань, ал ол біздің ақшамен 16.500 теңге. NFC бар Mi Band 8 20.000 теңге болады. Бір айдың ішінде Mi Band 8-ді алдыртып, сендерге көрсетемін. Каналға тіркелмегендер, тіркеліңдер. Өйткені сол сағатты, сол видеода сендерге ойнатып жіберемін. Енді смартфонға көшейік. Xiaomi 13 Ultra. Xiaomi смартфондарының процессорлары, дизайн, бағасы жақсы, бірақ камералары нашар болушы еді, енді көңілді соған аударған екен. Leica компаниясымен бірге шығара бастады. Енді смартфон кәсіби камераларға ұқсай бастады. Смартфонның артқы жағы камералар сияқты былғармен қапталған. Смартфонның камера блогы дөңкейіп тұрады. Смартфон судан қорықпайды, IP68 стандартымен жасалған. Түстері қара, жасыл, ақ. Саған қай түс ұнады? Өз пікіріңді жаз. Xiaomi 13 Ultra камерасын өте қиын жолмен жүзеге асырды. Бірақ мақсаттарына жетті. Енді суреттерін iPhone 14 Pro Max пен салыстырып отыр. Xiaomi түстерін шын көрсетсе, ал iPhone ағартып жіберген дейді спикерлер. Суреттері анық, түстері көп болады. Негізі бұл басқаларды жамандау әдісі кетті. Қолға түссе міндетті түрде салыстыру керек. Xiaomi 13 Ultra 3 камерасы да 50 мегапиксель. Негізгі камера IMX 989-дан құралса, қалғандары IMX 858. Тағы да көптеген баптаулар бар. Кәсіби фотографтарға 14 биттік Ultra RAW форматы бар. Ол суретті кәсіби түрде бояп өзгертуге арналған. Видеода ұнады. 8К форматта түсіре алады. Және кәсіби видеографтарға арнап 10 битті лог форматына түсіре алады. Мобилографтарды да қызықтырды. Кәсіби камера етіп қолға ұстауға болады. Ол үшін қосымшаларды сатып алу керек. Дисплейден басқалардан артықшылық аз, бірақ үлкен бір артықшылық бар, ол дисплей жарығы 2600 нит. Жалпы ол рекорд. Бүкіл смартфондардың ең үлкен жарығы. Процессорына таңғалмайтын шығарсыздар. Ол ең мықтысы Snapdragon 8 Gen 2. Ең жылдам жедел жады LPDDR5X. Ең мықты процессорге жақсы суытқыш орнатқан. Бұрыннан 3 есе қатты суытады. Оны да iPhone 14 Pro Max пен салыстырды. Жедел жадын қараңыздаршы, 16 гигабайт. Ішкі жады 1 терабайт. Масқара ғой бұл. Бірақ аккумулятор өзгермеген. 5000 мАч. Бірақ жылдам қуаттағышы бар. Сыммен қуаттайтын болсаңыз 34 минутта қуаттайды, ал сымсыз қуаттау 49 минутта қуаттау мүмкін. Егер аккумуляторы 1%-ке түссе, бірақ сізге телефон керек болса, онда ультра үнемдеу деген бар. Ол 1 сағат қолдануға болады. Ол үшін барлық қосымшалар істемейді. Смартфон барлық жағынан шошытып, енді бағаларын шошытпасыншы. 12 гигабайт жедел жады, 256 гигабайт ішкі жады, бағасы 390 мың теңге. Ал ең қымбат нұсқасы 16 гигабайт жедел жады, 1 терабайт ішкі жады, смартфон бағасы 482 мың теңге. Мобилографтарға қосымша құралғы 52 мың теңге тұрады. Достар, бұл видео ұнаса лайк бас, сұрақтарың болса пікір жаз. Сау болды.